Сәлем достар, баршаларыңызға. Бүгін сіздерге мектеп жасына дейінгі оқитын балдарға бір реттік қаржылай көмекке заявка жіберуді көрсететін боламын. Бұл видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Менің арнама тіркеліп лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Алда сіздермен көптеген пайдалы видеолар бөлісетін боламын. егов kz-ге кіріп аласыздар. СП ключтарыңызбен кірсеңіздер де болады, немесе телефондарыңызда егов приложениесі болса, соны QR-дан сканерлеп осылай кірсеңіздер болады. Міне сіздерге бағасы бет шығады. Осы жердегі сіз қызметтер бөліміне кіресіздер. Ол жерде қызметтер бөлімінің ішіндегі білім беру бөліміне кіресіздер. Және де орта білім беруді таңдайсыздар. Төменге қарай түсесіздер. Осы жерде білім беру ұйымдарының білім алушылары және тәрбиеленушілеріне қаржылық және материалдық көмек көрсету деген бөлімге кіресіздер. Әрі қарай қызметке тапсырыс беру дегенді таңдайсыздар. Міне сіздерге осылай 5 қадам шығарып береді. Бұл жерде бірінші қадамда өтініш кімнен беріледі, соны таңдайсыздар. Ата-анасынан. Әрі қарай баланы таңдау деп шығады. Өз жерде өздеріңізде балдарыңызды таңдап аласыздар. Қай балаңызға таңдайсыздар, соны басасыздар және төменге қарай түсесіздер. Бұл жерде келесі бөлімге өтеді. Бізде келесі бөлімде санат түрін таңдайсыздар. Әрі қарай үшінші қадамда банк счет номерлеріңізді. Одан кейін төртінші қадамда СП ключтарыңызбен қол қою керек болады. Және бесінші қадамда сізде мәртебені жаңарту деген бөлім шығады. Сол жерде сіз өзіңіздің жіберген өтініміңізді көре аласыз. Мен де қазір бұл жерде мен бұл санатқа кіре алмаймын, сондықтан маған осылай қызыл шығып тұр. Осылай сіздер өздеріңіз заявка жіберсеңіздер болады.